Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Криптоманьяк және де мен бүгін сіздерге өте жақында, яғни 14 сәуір күні шығатын бір NFT ойын жайлы айтатын боламын. Ол NFT ойын VAX-тың сайтында жасалған, яғни біз бүкіл NFT карталарды VAX монетасына сатып ала аламыз. Мен сіздерге қазір барлығын бастан аяқ түсіндіретін боламын. Ол ойыннан біз өте жақсы ақша табуымыз мүмкін. Сол үшін мен сіздерге басынан бастап барлығын түсіндіремін. Ең бірінші ол ойын Age of Farming деп аталады. Бұл ойын мен жаңа айтқандай VAX-та жасалған, яғни дәл қазір тестнет болып жатыр, яғни ойында тестілеп жатыр. Тесттен өткеннен кейін 14 число күні бізге roadmap бойынша ойын шығу керек. Бұл пиксельный ойын. Көп адамдар, көп блогерлер барлығы реклама жасап жатыр. Осы ойында гейм болады, көп ақша табуға болады осы ойыннан деген сияқты әңгімелер болып жатыр. Age of Farming мені оқышсақ болады. Бұл блокчейн игра, VAX-та жасалған, пиксельный графикамен, сосын play to earn, яғни ойына ақша табу үшін деген, сосын міне бізге NFT карталар арқылы ойынға кіріп, сіздер ақша таба аласыздар. Бұл ең бірінші басты мәселе бұл жерде, типа өзіміздің, мысалы айтқанда, деревнямызды, ауылымызды дамытамыз. Қалай баяғы көргендеріңіздей, мысалы баяғы заман бейнеленген мына жерде. Дәл осы NFT карталармен бізге просто мысалы бронзовый век, железный век болады. Сол жерлерде біз осы карталармен ақша табамыз, былай айтқанда. Осы ойынның монетасын табамыз. Ол монетаны біз кейін ешқандай қиындықсыз Alcor деген биржа арқылы сата аламыз. Міне крафтинг деген бұл жерде механикасы, яғни ойынның механикасы. Бұл жерде бізге қандай NFT карталар керек? Ең бірінші бұл жерде бізге NFT карта, яғни ағаш табатын NFT карта керек. Одан кейін охота, яғни біз өзіміздің солдаттарымызбен охотаға бара аламыз. Бұл карточный ойын, сол себепті де бізге қалай барғанымызды олардың барлығын көрсетпейді. Просто біз NFT картаны қойып қоямыз. Ол 2 сағат сайын просто клик басып отырамыз. Одан кейін қарасаңыздар, лестен ағаш жинаймыз, тас жинаймыз деген сияқты энергия, бұл тамақ, былайша айтқан кезде. Одан кейін біз өзіміздің NFT карталарымызды крафтить ете аламыз. Яғни біз жинаған монеталарымызды сатпастан, просто өзіміздің NFT карталарымызды крафтить етіп, мықтырақ NFT карта шығарып, көбірек ақша табуымызға болады. Яғни одан кейін мысалы колонияңыздағы адамдарға үй соғып, былайша айтқан кезде өзіңіздің ауылыңызды дамытасыз. Сосын монеталар жинап сатсаңыз болады. Мысалы бұл жерде қандай NFT карталар бар? Міне бұл жерде NFT карталар тұр. Мысалы міне Stone деген бұл ағаш жинайды. Міне көргендеріңіздей цветтері, бұлар цветтермен бөлінеді. Цветтері мысалы арзан, қымбат деген сияқты. Міне дорожный картасы бар, яғни ойын қалай шығады, қандай механикасы бар, не істейсіз ойында, неге егуге болады, барлығы түсіндірілген. Міне суреттің өзінде көрсетілген. Міне волктар тұр, охота, үйлер, тастар, барлығын переводчик арқылы оқып шықсаңыздар болады. Мен дәл қазір бұларға қатты назар аудармай ақ қояйын. Міне қараңыздар, ең астында бұл жерде біздің NFT карталарымыз тұрады. Міне серый цветпен белгіленген ең арзан NFT карталар Команка деп аталады. Арзандау, мен что-то үстіге лақтырып жіберіп жатыр. Бұл арзандау. Одан кейін Анкаманка, Редкий, Рарный деп атайды. Одан кейін Эпик, Эпичный, Легендарный. Дәл осылай бізде 5 түрлі карта бар. Яғни Команкамен сіз азырақ монета табасыз, Онкаманкамен одан сәл көп, Редкиймен жақсы табасыз, Эпикпен өте көп табасыз, Легендарныймен одан да көп табасыз, бірақ бұлар өте қымбат тұрады. Мысалы, дәл қазір біздің активтарымызды сіз Atomic Hub'тан немесе NB-дан сатып аласыз деп айтып тұр. Atomic Hub ең жақсысы деп ойлаймын. Atomic Hub'тан сіздер қалай сатып аласыздар? Ең бірінші мен өзімнің Atomic Hub'ыма кіремін. Міне менде тұр. Менде қазір бір команка бар, ең арзан, яғни ең арзан NFT бар. Бұл жерде міне Age of Farming деген таңдайсыздар маркетті. Содан кейін New деген жерде ең арзан карталар деген басасыздар. Одан кейін міне ең арзан карта бұл жерде дәл қазір $58 тұрады. Бұл жерде кеше ғана дроп болды. Дроп деген, яғни кеше ғана карталар сатылымға шықты. Кеше бұл карталарды шыны керек $40, ең арзан карта $39 сатылды. Міне бұл жерде көре аламыз. Міне 58 қазіргі ең арзан, одан кейін стандарт 48-ге типа стандартный, одан кейін менің ең қымбат $60 сатылған деп тұр. Міне средний ценасы осы жерде $44 деп тұр. Яғни $39 кеше мен карталарды көрдім. Ең арзан цена $39 болды. Ол кеше еді. Бүгін енді көргендеріңіздей мен картаны бүгін сатып алдым. Кеше тағы да түседі деп күттім, бірақ түспеді.
Сондықтан бүгін $50 сатып алуға шешім қабылдадым, себебі ойын 14 күні шығады. Бұлар енді тағы да көтерілуі мүмкін деп ойлаймын, себебі әлі реклама алмады бұл ойын. Тағы реклама алатын болса, мысалы Вакстан, үш жерде рекламалар шығып тұрады. Осындай жерлерден реклама баннерлер алатын болса, өте қаттырақ көтерілуі мүмкін бұл жерде дәл қазір. Не болып кетті өзі. Міне ойындар тұр. Вакс кошелек әлі ашпаған болсаңыздар, сіздер Вакс кошелек міндетті түрде ашуларыңыз керек. Закрепленный комментарияға немесе менің телеграм каналымда ссылкасы болады Вакстың, сол жерден Вакс кошелек ашасыздар. Вакс кошелек ашып болғаннан кейін сіздер осы адрестеріңіз болады, осы адреске ақша саласыздар. Яғни бірінші Binance биржасынан Вакс сатып аласыздар, сосын Ваксты ғана саласыздар бұл жерге. Вакс деген сетті таңдап, Ваксты ғана бұл жерге аударасыздар. Кімде сұрақтар болатын болса, мен телеграмма қойсаңыздар болады, мен барлықтарыңызға жауап бере аламын. Одан кейін қараңыздар, ең арзан NFT карта $58 тұрады. Бұл ойынға кіру үшін бізге 3 NFT карта керек минимум. Біріншісі міне біз тас жинайтын, екіншісі ағаш жинайтын, үшіншісі найза, яғни охотаға шығатын. Ол пища табады, яғни біз охотиться етіп пища табамыз. Одан кейін tools деген жерде анкаманка бар, анкаманкалар сәл қымбаттау, $163 тұрады. RAR $272 тұрады. Ең арзан RAR кеше $170 сатылды. $170 кеше сатып алған кезде бүгін уже $100 үстіне пайда көретін едіңіздер. Одан кейін пактар тоже кеше ең арзан пак $62 болды. Дәл қазір $90 почти. Кеше сатып алған кезде бүгін сатып жіберсеңіздер болады. Яғни ол флип деп аталады. Яғни сіздер бүгін арзандау бағаға сатып аласыздар, ойын дамып келе жатқан кезде қымбаттау бағаға сатып жібересіздер. Если ойын ойнағыларыңыз келмесе, кіргілеріңіз келмесе, мен мысалы ойынға қатты кіргім келіп тұрған жоқ. Мүмкін пактар, если тулстар арзандайтын болса, яғни NFT карталар тағы да арзандайтын болса, мен кірем ойынға. $50 болатын болса, 3 NFT карта алып ойынға кірем. Ал жоқ, қатты қымбаттайтын болса, мен өзімнің картамды сатып жіберемін. Барлығы осы. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сұрақтарыңыз болса, телеграм каналға қойып кетсеңіздер болады, телеграм группаға қойып кетсеңіздер болады. Ссылкасы описанияда болады, немесе закрепленный комментарияда болады.